Или саған нормально ма? Басталып кетті ма не уже? Өздеріңіз біліңіздер енді, қалай ыңғайлы солай отырыңыздар. Мне нормально, я. Ауыссам бола ма онда? Ар жаққа барсам. Өзіңіз мүлдем бөлек отырыңыз келе ма? Мейлі, жақсы, мұңғы болып. Жақсы, көре жатармыз. Мен жаңа Эдуардадан сұрап жатқан едім, жарнамаға кеткенге дейін. Алғаш ана атанған сәтте қандай сезімде болдыңыз, қандай күй кештіңіз деп? Бір ерекше, енді білмеймін, оны қазір мына жерде миллион сұрақ қойылса да, ол нәрсені бір айтып жеткізу мүмкін емес. Ерекше сезім. Осы тұрғыда өзімнің екінші мамам мен әжеме де үлкен рахмет. Негізі мен босанатын кезде партнерский дейді ғой, соған мен өзім күйеуімді таңдаған болатын, Айбек кірсін деп. Бірақ сол моментте менің енді екінші мамам да өзі роддомда жұмыс жасаған екен да, бұрын ол кісі кәдімгідей опыты бар деген сияқты. Енді бәрібір екінші мамам болғаннан кейін кішкене қысыласың ғой. Сөйтіп күйеуім кірсін деп едім, ол кісі де таңға жақын кәдімгідей есікті теуіп тұрып, бәрін келістіріп кіріпті. Роддомға менің қасыма ол кісі де кірген болатын. Сол бірнеше күн қарасты, қасымда болды. Қазір де әлі күнге дейін әжем мен мамам да қасымда, кәдімгідей көмектесіп бірге қарайды. Өте күшті. Жақсы болды негізі. Барып көрдім ғой роддомның ішіне. Айтты басында өзім негізі, ой, мен деген до конца кіремін ғой, жан деп айтып қойғам ғой, басында айта бересің ғой, кейін не болатынын көреміз ғой деп ше. Сөйтіп кіретін болып шештім ғой, енді больницада жатып. Болды, келе бер деді, бардым, сонымен больницада енді қасында болдым. Бүкіл палаталар ашық тұрады екен, ана жерде уже неше түрлі дауыстарды көріп, сәл-пәл шошынып ше енді. Өзім не істерімді білмейді екенсің де, қалай? Ай, ауырғандай болады, жанына барсаң жақындама дейді, бүйтіп кетіп қалсаң бері кел дейді, короче, не ары емес, не бері емес болып қалады екенсің да, ол екі ортада ше. Сәл қиын ситуация болды енді, уже таңға жуық ұйқымнан кішкене ұйықтап кеттім де, мамамыз келгеннен кейін далаға бір шығып қайтайыншы деп есіктің алдына шығып, машинаға барып, қайтып машинадан келем дегенше бір жарты сағаттың ішінде уже сүйінші деп біздің группа бар, отбасылық. Сүйінші деп жазып жатыр ғой уже. Мен целый день қасында болып, жанында боламын да, жарты сағатқа есіктің алдына шығып келем дегенше сүйінші деп тұр ғой уже. Ішке кірейін десем, уже ішке кіргізбейді мені. Сіздің мамаңыз бар, екі адам кіруге болмайды. Сол мен есіктің алдында арыда жүрмін, беріде жүрмін. Әке болдым ба мен деп ше, қалай болып жатыр деп ше. Қызық чувство. Жаныңызда ешкім болмады ма ол кезде? Жанымда ешкім болған жоқ, өзім жалғыз, бір өзім. Мәссаған, жігіттер келмеді ме сізге? Бір қасыңызда болып, құттықтап, қолдау көрсетіп дегендей. Енді олар таңертеңге жалғасып кетті да. Екі күнге созылды. Қалай айтсам болады, таңда менің мамам келді, сол екінші мамам отырдық, одан кейін Айбекті өзі шығарып жіберген болатын. Сен бар, шаршадың ғой деген сияқты. Мен ана жерде қиналып жатсам да Айбекті ойлап жүрмін, ұйықтап алшы, ана жерге жатып болсын, ұйықтап алшы, қазір уақыт керек, бұдан да қатты қиналамыз деп қоямын, білмеймін ғой не күтіп тұрған. Сөйтіп уже одан да қатты қиын болып бара жатыр, кесіріп алып кету керек деген моменттерде әйтеуір бір чудо болды сол жерде. Солай бәрі жақсы болды. Бәрі оңынан болды ғой, Балауса ханым. Оның несін айтамыз? Өте қуаныштымыз. Иә, рахмет. Ал қазір енді бәрібір де бала дүниеге келеді, одан кейін бірнеше күннен кейін үйге шығасыздар, бірақ күнде иісін сезініп, үйге иісі сіңіп қалады баланың. Сіздер үйреніп кеткен шығарсыздар қазір. Бөлменің бәрі сол болып жатыр ғой, бөлменің бәрі баланың иісі. Сондай керемет чувство ғой енді оның өзі. Сол әкелік сезімді айтып беріңіз. Бір жаққа шығып кеткеннен кейін бір жаққа шығып кетесің, қалада жүресің жұмыстармен, сосын бір ойлап кетесің да, қызым саған кеттім, не істеп жатыр екен деп үйге тез асығасың да. Енді қазір әлі кішкентай, енді қылықтары шығып, енді кішкене сондай болып жатыр ғой, күліп деген сияқты бүйтіп. 2 ай болды ғой енді. Сондықтан кішкене қылықтары, нелері шығып болғаннан кейін тағы үлкен есейе кеткеннен кейін сол кезде от білінетін сияқты енді бар ғой, сол кезде қатты бір жаңағындай іздеп жібермейді, әке деп сөйтіп жылап қалады ғой, бір көріп жатырсың кино. Иә, больницадан шыққаннан кейін бірнеше 40 күн өтті ғой. Сол кезде мен салонға баратын болдым да. Бірінші рет тастап бара жатырмын, андай өзімді қатты іште кінәлі сезіндім да, неге тастап бара жатырмын деген сияқты. Енді бірақ бір жағынан шығаруға да болмайды ғой, әлі кішкентай деген сияқты. Сөйтіп Айбек мені алып кетеді, ой, ничего, нормально, мамалардың қасында ғой, бөтен адам қолында емес деп сөйтіп алып кетеді. Салоннан кетқанда мен еңіреп жылаймын ғой жолда. Мен тастап кеттім балам, как будто андай өзіңді бәрібір аналар түсінеді деп ойлаймын, болады екен. Бәрібір де өзіңді кінәлі сезінесің іштей. Содан кейін шықпаған шығарсыз? Әлде жайлап үйреніп кеткен шығарсыз? Жайлап аяп сөйтіп шығып өзім. Жылап, уже басында қатты жылап, кейін жай жылап, жай бүйтіп, кейін уже жыламай кетті қазір. Көбірек енді ата-әжелеріңіз жанында болғаннан кейін ата-әжесі менің балам деп айтып қалып жатқан жоқ па? Жоқ, қызым деп қалсаң, папам үйде ұрсады. Қайда қыз саған деп ше, әлі сенің қызың емес, ол біздің қызымыз деп ше, сендерге қыз қайда әлі деп. Енді алғашқы немерелері болғаннан кейін қатты сағынады енді. Тіпті біз ұйықтап жатқан кезде әкеміз таңертең 6-та 7-те жұмысқа бір жаққа кететін кезде ақырын тарсылдатып, біздің бөлмеміз ғой енді, тарсылдатып бір қызымды иіске кетсем бола ма деп сөйтіп сұрайтын кездер болады. Енді ол кісілер алғашқы немере баладан да тәтті деп жатады ғой, сондай чувство болып жатқан шығар деп ойлаймын. Керемет енді, Балауса ханым бұл бала шағаның әңгімесі ол деген өте керемет қой. Айта берсек көп. Өздеріңізде не жаңалық? Өзіміздегі жаңалықты сол біздің қатысушылар айтсын, өздерінің қоятын сұрақтары бар, сіздерді қатты күтіп жүрген негізі. Жігіттер, Жәнібек? Иә, қайырлы күн баршаңызға, ассалаумағалейкум. Қош келдік. Алдымен енді Евразия арасын шын жүректен құттықтаймын туған күнімен. Балауса әдеттегідей өте күшті болып тұрсыз, кәдімгі періште болып тұрсыз. Енді қуаныш құтты болсын.
қазақ ұл туғанда қуанған, қыз туғанда кимеген дейді. Ұлдың туысы артық, қызын ырысы артық дейді. Туысы артық балаларымыз анау алысқа хат жіберіп, жақынға хат жіберіп, үлкен ұлан-асыр тойы да болды. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Сол тойда бізде де енді атсалысқан болатынбыз. Сол кезде енді Айекенді көріп, кәдімгі енді шынымен де қуанышы енді әрине көрініп тұр. 2 рет қобалжып жүрді. Бірінші қобалжанына Жанбек қалай басқарады екен деп қобалжыды. Екіншісі кішкентай қызы жылап басып жан-жағына жүгіріп кетіп жатыр екен. Сондай қуанышын көрдік. Әрине сол қуанышқа атсалысқанымыз өте қуаныштымыз. Енді әулеттеріңіз тек қана қуаныш болсын, той болсын. Мына Айдай біздің періштеміз енді үлкен азаматша болсын деген келеді. Шынайы ниет қой енді. Айтқаныңыз келсін. ұйқыңыз қанды ма? Аппақ көйлек киіп алыпсыз. Нені көрмеді не? Тұрмысқа шығайын дедім. Жұмысқа? Тұрмысқа кімге шығайын деп отырсыз? Тұрмысқа кімге шығайын деп отырсыз? Айтпаймыз. Өшін достар, Айгүл тұрмысқа шығуға келді. Саған да жігіт болып тұрсың, осында қызды қимай келіп қоштасып кетеді, короче. Типа жылап бартан, соңғы розасын алып кетіп па? Короче, андай келіп кетпейсің ба менімен деп сұрайсың ғой, короче. Соңында ма? Мен соған сенен жоқ болды, осы жақта қалам деп айтамын. Керемет. Мен енді қазір кетпейсің ба мен деп тұрмын, сен типа иесің? Жоқ, осы жақта қаладым. Қарауында деген. В общем, сол Айгүлді ұзатуға келдік. Шүкір Алла, әйтеуір бүгінге де жеттік ау әйтеуір. Өйтіп айтасың, скоро. Осы жақтан жігіт келеді, жігіт тауып алам, тұрмысқа шығам, сөз сөйтіп айтасың. Өзің ұзатасың ғой? Өзім ұзатам ғой? Сен ойла. Жоқ. Ақ ботам, ал енді қошамын деп айтам. Иә, сөйтіп айтасың. Болды. Мына екі апайды алып кетіп тойға сосын. Қалай болып тұр дейді? Күн шығып тұр хотя бы дейді. А то басқасын бәрі настроение көтермей тұр что-то. Неге? Сол. Басқа байға кеткен кезде осылай кетем дейсің ғой, примерно. Плюс-минус. Кайф. Жоқ, онда ол кезде бүйтіп кішкене мәз болып кетесің ба? Мезодан кешуді. Айтып жатыр еді ғой, балаңды бақпайсың ба, балаңды сөйтпейсің ба деп. Менің өміріме, жеке өміріме кірісіп пікір айтып еді. Қой соған тыңдап, бүгін балам бағуға келдім. Ол үшін баламыз екеуміз бүгін үйге барамыз, апасына барамыз, Привет, мен, көп естігенмін негізінде, что туған күнге дейін жасауға болмайды деген сияқты, прям ровно сол күні, либо после жасау керек деп. Бірақ не үшін екенін, если честно, білмеймін. И мен ойлап отырғанмын, мен туған күнімді ертерек жасаймын деп. Сол не үшін негізі айтылады вообще, не үшін болмайды, соны білетіндер болса жаза кетесіздер ма? Қашан шығасың енді? На түріңмен биыл шықпайтын сияқтысы ғой сен. Қашан шығасың енді? Басын бастадық, биледік, енді тамақ ішуге бара жатырмыз. 12 қыз болып. Қыздар, шашырамаңдар, қыздар, сен несі? Стой, ты живот, шастай. Раз.